Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Бүгін біздің бағдарламамызға Гүлмира есімді азаматша көмек сұрап келген болатын. Яғни біз қазіргі таңда Бостандық аудандық полиция бөлімшесіне келіп тұрмыз. Келуіміздің себебі Гүлмира ханымға 45 миллион теңгеге Корея мемлекетінен көлік әкеп беремін деп алдап кеткен екен. Сол туралы заңгер Тілеужан Кішкенебаев мырзадан біле кетейік. Біз қазір Алматы қаласының Бостандық ауданы полиция басқармасына келіп отырмыз. Келу себебіміз бұл ауданда біздің бірнеше істеріміз бар. Тергеу бөлімінде де, анықтау бөлімінде де. Мына анықтау бөлімінде істерімізді адамның қазір басқа қалада болуына байланысты алдыртып жатырмыз, іздеу жариялап жатырмыз деген уәждерін айтып жатқанына міне 1 жыл болды. Ешқандай да адамды алдыртпай жатыр. Істеріміз жүріп жатқан жоқ. Созбалаңға салынып жатыр. Келген кезде барып қимылдайды, айтқан кезде ғана қимылдайды, қалған уақыттарда іздемейді де, қылмыстық ісімізді үзіп қойып отыр қазір. Енді одан бөлек кеше 45 миллион теңгеге мына қарындасымызды жәбірленушіні алдап шетелден машина әкеп беремін деп 45 миллион теңгені алған адамға қатысты біз арыз түсіргенбіз. Қылмыстық тергеу органдарымен қылмыстық тіркеліп қамауға алынған болатын, бірақ өкінішке орай прокуратура ол азаматты босатып жіберіп отыр. 45 миллион теңге ақша алған. Ол жалғыз бұл кісі емес, ол бірнеше адамдарды алдап, осында алаяқтықпен айналысып жүр деген ақпараттар келіп түсіп жатыр бізге. Бірақ осы мән-жайдың бәрін прокуратура біле тұра, Бостандық ауданы прокуроры енді өзі бар ма, или орынбасарлары ма, білмеймін, кім екенін адамды босатып жіберіп отыр, қамамай. Негіз жоқ қамауға деген сияқты. Сонда ол қалай 45 миллион теңге алғандығын дәлелдейтін барлық жаңағы переписка дейді, жаңағы жазысқан бір-біріне жазылған хаттары, оның машина әкеп беремін, сәл шыда, осындай уақытта келе жатыр машина, әне келе жатыр, міне жақындап қалды, міне жақын арада келеді деп алдап келе жатқан, ақша аударылған дәлелдемелер барлығын ұсынып тұрмын тергеу органға. Соның барлығын біле тұра прокурор не себептен босатқан білмеймін. Қазір ұзын құлақтың естуіміз жаңағы 3 миллион теңгемен прокуратура шешіп кетті дегенде ақпараттар келіп жатыр бізге. Бірақ оның енді растығын біз білмейміз, бірақ бізде сондай күмән келіп жатыр. Ол шешуде мүмкін шығар. Өйткені неге адамды босатып жібереді? Неге адамды ондай ауыр қылмыс жасаған адамды тайрандатып жіберіп қояды? Басқа да қылмыстар жасауға мүмкіншілік беріп отыр. Сол жағын бізге түсініксіз болып отыр. Қазір мына ауданның прокуроры осы жерге келіп, прием граждан дейді, азаматтарды қабылдап жатыр дейді. Қазір осы прокурордың өзі жұмысқа еңбек демалысынан кейін шықты деген сыбыс алдық. Мүмкін ол прокурор сол қамаудан босатқан кезде болмаған шығар, болды ма білмейміз. Енді оның барлығы аныққанын қазір ішке кіргеннен кейін білетін боламыз. Сіз бір-екі ауыз айтып кетіңіз, жаңағы қалай алдандыңыз, қалай сізге не уәде берді? Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлвира. Ол кісі менің құрбымның, яғни коллегамның баласы болған. Осы уақытқа дейін менен қарыз алып, қарыз берем, ол қайтарып тұратын. Осылай бір күні мен осылай айтты, мен машина алғым келді, машинамды жаңартқым келді. Ол кісі маған айтты, мен сізге көмектесемін, сіз маған үнемі көмектесіп жүрсіз ғой, жақсылығым болсын, сізге арзан қылып алып кеп беремін, және де рассрочка жасап беремін деді. Содан кейін менен ақшамды алып кетті үйден, одан кейін мен Каспиймен де аудардым, көлігімді сатып, ол ақшаның барлығын бердім. 35 күн күтесіз деді, 35 күн өтті, ешқандай машина жоқ, ешқандай маған дәлел бермейді. Мен күдіктене бастадым да, ақшамды қайтарып беріңіз дедім. Қайтарып беремін деді. Содан кейін әлі қайтарған жоқ. Міне уже 80 күн кетті. Міне 3 айға кетті даже. Мен келіп арыз жаздым. Арызда ол кісіні тергеуге шақырды. Ол бала мойындады. Ақшаның барлығын жаратып жібердім. Ешқандай машина жоқ болды деді. Және де кейін екеуміз бірге бөлек сөйлесейік деген кезде зря вы это сделали деді. Сіз бекер жасадыңыз, мен сізге ақшаны қайтарып бермеймін деп айтты. Енді осылай өзі мойындап отырған адамды қамауға алады да 2-3 күннен кейін шығарып жібереді. Қазір мысалы тайрандап жүр қалада. Ең қызығы бұл кісінің құрбысы жаңағы Нұр Мүбарак несінде жаңағы жұмыс жасайды, бірге жұмыс жасайсыңдар. Енді ол кісінің баласы енді ондай қадамға барады деп енді бұл кісі ойламаған ғой. Бір жағынан құрбысы болған, бір жағынан ол кісінің баласы да енді иманды дұрыс бала шығар деп ойлаған. Енді бұрын енді бұл кісінің азғантай сумалар алып әкеп беріп жүргеннен кейін, сеніміне кіргеннен кейін, енді бұл кісінің жақсылығы өткеннен кейін сол жақсылыққа жасап отқан жақсылығы шығар деген оймен бұл кісі берген ғой. Енді 45 миллион теңге ақша, ол аз ақша емес. Бірақ өкінішке орай қазіргі уақытта ол баланың біз естуімізше ойынға кіріп кеткен дей ма, сондай ойындарға салып жіберген деген, яғни ол баланың автокөлік әкелетін мүмкіншілік жоқ екені белгілі болды. Яғни босқа күтіп жүрген 3 ай бойы бұл кісі босқа күтіп жүргенін қазіргі уақытта алданғанын түсінді. Оны және де мына тергеу органдары жауап алу кезінде оның ешқандай да мүмкіншілігі жоқ екенін, ешқандай көлік әкелетін көлік ойы жоқ екенін барлығы анықталды. Ол ақшаны жұмсап қойған барлығы белгілі болды. Сондықтан ол адамды тергеу органдары қамауға алған дейді, бірақ өкінішке орай прокурор босатып отыр.
қазір осы жағдай, қазір осыны не үшін босатты, қандай негізбен босатты, осының бәрін анықтау үшін қазір прокуратураға кіреміз. Прокурор мына Бостандық ауданының полиция басқармасында тұрғындарды қабылдап жатыр, азаматтарды қабылдап жатыр. Қазір білейік, анықтайық, шыққаннан кейін міндетті түрде тағы да істермен бөлісетін боламыз. Осы жаңа ғана заңгер Тілеужан Кішкенебаев полиция басқармасына кіріп шыққан болатын. Сол туралы бір-екі ауыз біле кетейік. Біз Бостандық ауданының жаңа азаматтарды қабылдау бойынша келгенбіз. Енді бұл жерде жаңа прокурордың өзі кетіп қапты, аяқ астынан қала прокурор шақыртуымен деп. Бірақ бөлім прокурор бар екен ішінде. Біз өзіміздің мәселеміздің жаңағы шешілмей жатқан істеріміздің барлығын айттық. Бәрін жазып алды. Енді қатырам деп не қылып жатыр білмеймін. Енді бұл сеніп те тұрған жоқпын. Өйткені бұндай қатырам деген сөзін осы уақытта естіп келе жатырмыз. Bir қатырған түгінде көрген жоқпыз. Сол жартас болып қала ма, қалмай ма? Енді оны уақыт көрсетер. Бірақ біздің адамымызды тайрандап жүрген адамымызды қамамай босатып жіберген мәселе бойынша тағы да мен сол мәселені көтеріп тез арада бүгін ерте қамаудың мәселесін шешіңдер деп айтып кеттік. Енді тағы да бүгін материалдың бәрін ертеңге дейін көтертіп қайтадан тексереді. Егер де заңның талаптарына сәйкес келіп тұрса қамаймыз деген ғана уәждерін ғана айтты. Бірақ енді қатты сеніп те тұрған жоқпын. Өйткені кеше босатып жіберген адамды бүгін қамай қояды деп тағы да сеніп тұрған жоқпын. Бірақ енді сонда да уақыт көрсетеді. Сіздермен міндетті тағы да бөлісеміз. Қамай ма, қамамай ма, қамамаса тағы да шығамыз. Жоғары тұрған станцияларға шығамыз, сотқа шығамыз, тергеу сотына әрғай шағымданатын боламыз. Және де сіздермен тағы да бөлісетін боламыз. Бұл ақпараттың бәрін тарататын боламыз. Біз міндетті түрде бұл біздің қадағалауымызда болады. Сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жария лайық бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар.